Сәлеметсіңдер ме балалар? 57-ші сабақ ң дыбысымен әріпі. Ең алдымен каналға тіркеліп аламыз балалар. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз ң дыбысы. Ң дыбысы бізде дауыссыз дыбыс. Қане барлығымыз ң дыбысын қайталайық. Ң, ң, ң. Жақсы балалар. Келесі суретке назар аударайық. Суретте Таңат атасымен серуендеді. Серуендеуді аңдар тұратын торлардан бастады. Оның алдында терісі теңбіл аң тұрды. Мойны неткен ұзын еді. Бұл керік болатын. Таңат керікке біраз уақыт таңдана қарады. Балалар, біз суретке қарап осындай сөйлем құраймыз. Енді осы айтқан сөйлемдеріміздің ішінде ң дыбысынан кездесетін қандай сөздерді айттық? Таңат, аңдар, теңбіл және таңдана деген сөздер кездесті. Яғни ішінде ң дыбысы бар сөздерді кездестірдік. Жақсы балалар, енді бізде тағы да суретте қандай құс берілген? Бұл жерде сұңқар берілген екен. Сұңқар сөзіне дыбыстық талдау жасаймыз және буынға бөліп көрейік. Сұңқар. Сұңқар сөзі екі буынды сөз екен. Олай болса балалар, астындағы қарамен жазылған ң дыбысы кездесетін сол сөздерді оқимыз. Аң, таң, шаң, маң, шың, мың, оң, оңаша. Жақсы балалар, келесі тапсырма бізге буындар берілген екен. Осы буындардан біз сөз құраймыз. Бірінші, қайың, аңшы, еңбек деген сөздер шығады екен, я балалар. Келесі суретке назар аударамыз. Суретте бізге қайың берілген екен. Қайың сөз буынға бөлейікші. Қайың. Қайың сөзі екі буынды сөз екен. Ал дыбыстық талдауға өздерің жасаңдар. Сау бол балақай, каналға тіркеліп кет.